Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен жас фифарныз. Мен арнама қош келіпсіңдер. Я достар, видео салмай тұрып арнаға жазылып тіркеліп отырыңыздар. Бүгін короче біз обычный пактарды ашып беретін боламыз, себебі күнде видео салып отырмыз қажет дегендей. Алдына мен достар пост салған болатын, яғни сіздерге футболдың ақпараттарын, жаңалықтарын алтын добырына сияқты сипаттап салып отырайын ба деп. Ал сіздер я депсіздер, онда мен келесі видеодан бастап салып дайындалып бастайтын боламын. Өте қызықты болады, сондықтан қолдап тіркеліп лайк басып қазірден қолдап отырыңыздар. 1000 подписчикке тез жетіріп тастайық достар. 500-ге тез жеттік, ал 1000-ға дейін тез добивать етіп тастайық достар. Және видеоның ақырынан көрулерін сұраймын. Лайк басып, подписка және жылы пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Так достар, симабайға кірген кезде мынау герой Chronicles'тан 50 берді. Менде сонда да 80 болып тұр. Енді ертеңгі күнді күтемін, оның ертеңгі 2 күннен кейін уже мен бір игрокты аламын. Енді қызық болып отқан шығар, сендерге қандай игрокты аласың. Егер мен тызы болса, егер андай қорғаушылардан болса, мен аламын, чтобы стамды аламын. Себебі стам 100-ге аласың, еще 100-ге аласың да бұл стамды. 100-ге аласың, еще бірақ 100 жетонда. Ал мыналар 100 жетон аласың, бірақ 105-ші рейтинг. Нашар ғой достар, бұл ше негіз. Бұларды алмай-ақ қойыңыздар, 106-ны аласаңыздар, қараңыздар, еще нашар талантты. Тызы болсаңыздар достар, стамды алыңыздар, стам нормально. Стам әдемі деуге де болады. Ал егер шабуылшы болса, әдеттегідей азарды ала сағандарыңыз дұрыс. Өздеріңіз де білесіз ғой, Ховардты ала сағандарыңыз дұрыс. Вратарларыңыз жоқ болса, әдемі Ховард. Мен де бірақ ойлап тұрмын, защитниктің орнына Ховардты ала саламауды. Ховардтар жақсы, чтобы вратарлыққа. Бірақ тызы табылады ғой, бірақ вратар табу қиын дегендей. Пызыға мысалы, пызы табу да тоже қиын. Майкін қоюға болады, бұл да әдемі күшті қорғаушы деуге де болады. Сосын орталық қорғаушы Тауэр бар екен, бұл да әдемі. Статистика таланттары көп, әдемі. Алсаңыздар болады. Енді уақытты көп созбай пагымызға оралайық. 3000 кристалға кім түседі екен? Қызы ерок түссе, бірақ ешкім түспейді. Қазір мен амменге тығып жіберемін, мынадан кім түссе де. Дай солай келісіп қойық достар, сіздер тіркеліп лайк басыңыздар. Мен мынадан 107 түссе де, 105 түссе де, оны обменге тығып жіберемін. Давай мен келісейік. Роман, ешкім керек емес біреу түседі. Қараңыздар, көзім жұмып тұрам даже. Көзім жұмып тұрам. Жетше сөзім. Көзім жұмып тұрм. Бітті ма? Ашай қал. Мынан қараңыздар достар, мармуш түседі. Айттым достар, мен амменге тығамын дедім. Мен бәрібір тығатын игрок қой, 101, 107-ден 101 түскені. Мына жақта Альберто бар, мен осы кетсе әдемі кетеді. Кройф бар, бұл да әдемі, 5-5 қойшы достар. Күшті. Салах бар. Көп достар, айта берсің, мықты ойыншылар. Дегенде ғой, қазір біз обменге тығамыз ғой. Айтпақшы, мынандай пакт ашып көрейік. Біз осы 3-1-дей қорғаушымыз, орталық қорғаушымыз ортамыз. Маскеронам кетіп баратыр достар, байқаусыздан қарамасаңыздар, сіздерді қарап беріңіздер, чтобы кетіп қалады маскеронларыңыз. Міне керек емес игрок түсіп қалды. Бұларды Уаткинсті обменге тығып жіберемін. Не істеймін достар, бұны бір жеріне тығам ба? Болды, ешкім түспейді достар, сау болыңыздар.